Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін бізде кезекті сұрақ-жауап айдарында Абылай саған сұрақ. Болашақта үйленгенде тортты әйеліңе бересің бе, немесе ата-анаңа бересің бе? Бірінші анама берем, сосын әйеліме берем. Бірінші анама берем, потом әйеліме бересің. Түсіндік. Кеттік, Жансая қой. Жансая сұрақ. Болашақта тортты күйеуіңе бересің бе, немесе ата-анаңа бересің бе? Күйеуіңе бересің, иә? Не үшін? Өйткені мен кеткеннен кейін, тұрмысқа шыққаннан кейін мен отбасы менің күйеуім болады. Мен біздің ортақ болады. Тамаша. Аяу, саған сұрақ. Болашақта тортты кімге бересің? Күйеуіңе бересің бе, ата-анаңа бересің бе? Күйеуіне да? Бір түрлі сұрақ қой. Күйеуіне бересің бе? Күйеуіңе бересің бе? Саған сұрақ. Болашақта үйленген кезде тортты тойда ата-анаңа бересің бе, немесе аяулы жарыңа бересің? Жарыма берем. Грин флаг жігіт екен, мынау ғана ред флаг болып тұр. Қалай ред флаг мен? Еңлік саған сұрақ. Болашақта үйленгенде тортты бірінші күйеуіңе бересің бе, немесе ата-анаңа бересің бе, кімге бересің? Папама беремін. Папамды беремін. Мына қараңыздар, қыздар ренжіп жатыр екен, мені ред флаг деп. Сонда бала бірінші әйеліне беру керек. Ертең өздері ана болған кезде балалары оған бермей келіншегіне беріп жатса, бұларға да обидно ғой негізі. Еңлік папама берем деді. Тоқтасай? Еңлік папама беремін. Жоқ, тоқта, ата-ана дейсің, иә? Ата-ана емес, ата-анасына өзінің күйеуі береді ғой. Әркімнің өзінің күйеуі бар ғой. Енді сен дұрыс қой, бұлақ қыздар ренжіп жатқаны бізге берсін дейді, бізге берсін. Ата-анасына емес, бізге берсін дейді. Түсіндің ғой, иә? Анаяқ ренжіп жатыр. Мен айтып жатырмын, ертең бастарына келеді. Сен бір тортқа таласып отырайық енді. Сиырға туған күн бұзауға да туады. Нұржан, жаңа сұраққа жауап берші. Сен үйленгенде тортты ата-анаңа бересің бе, біріншіде әйеліңе бересің бе? Мен тойда торт қоймаймын, сорпа қоямын. Ыдыспен әркім өзінің алып ішіп жүреді да, ешкім мазасынан бар. Расыл, саған сұрақ, кімге бересің тортты? Ата-анаңа бересің, немесе әйеліңе бересің? Тиктокта тренд болды ғой, екі официантқа апарып береді ғой. Сөйтем ба деп тұрмын. Қызық, өте көру керек. Ақботаны көрген. Ақбота бермейді ғой, Ақбота саған сұрақ. Болашақта тойда тортты ата-анаңа бересің бе, болмаса күйеуіңе бересің бе? Күйеуіме бересің бе?